АКШ президенті Дональд Трамп демалыс күндері дипломатиялық шешімге мүмкіндік беру үшін соққыларды кейінге қалдырған және Иранмен жаңа келіссөздер дүйсенбіде басталатынын мәлімдеді. Ислам Республикасы бұл мәлімдемені жоққа шығарып, ешқандай жүздесу жоспарланбағанын жеткізді. Тегеранның хабарлауынша, қазір тек Оман тарапымен стратегиялық Ормуз бұғазын бақылау мәселесі талқыланып жатыр. Трамп жексенбі күні тілшілерге бұл келіссөздер текетірестің басты ошағына айналған энергия тасымалы бағыты мен Иранды ядролық қарусыздандыру мәселелерін қамтитынын айтты. Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It would take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. Вашингтон мен Тегеран арасында қайта ушыққан текетірес маусым айында қол қойылған өзара түсіністік меморандумын бұзып отыр. Ол құжат соғысты біржола тоқтатуға бағытталған келіссөздер үшін 60 күндік оқ атуды тоқтату режимін қарастырған еді. АКШ тарапы бұл келісімге қарамастан Тегеран маңызды су жолындағы бірнеше коммерциялық кемеге шабуыл жасағандықтан соққыларды қайта бастауға мәжбүр болғанын айтады. Соққылардың қайта басталуы мұнайды қымбаттатып жіберді. Брент маркалы мұнайдың баррелі $80 жуықтап, маусымдағы межеден 11%-ға өсті. Трамп келіссөздер жақын арада оң нәтиже бермесе, әскери соққылар қайталанатынын ескертіп, АКШ қарулы күштері әр сәтте соққы беруге әзір тұрғанын мәлімдеді. ساعات ابتدایی امروز